бүгін осындай әдемі судың жағасында орналасқан Тараздағы Жеңіс саябағына қыздардың қалауы бойынша қыдыруға келдік. Кіреберісте Жеңістің 75 жылдығына орай осындай әдемі ескерткіш қойып қойған екен. Әрине біз оған суретке түсіп алдық. Одан ары жүре берсеңіздер, кешкі қаланың сәнін келтіретін аттракциондар орналасқан. Мына жерде Биг Бен машинасын көре аласыздар. Түрлі автоматтар, күш сынауға арналған автоматтар. Одан ары қала берсе, ойыншық ұтып алуға арналған автоматтарды көре аласыздар. Барлық қаланың жастары, қонақтары осы Жеңіс саябағында. Саябақтағы ең қызу болып жатқан орталық осы орталық дерсіз. Бұл жерде түрлі аттракциондарды таба аласыз. Әртүрлі жастарға арналған, тіпті әкелерге арналған тиер де бұл жерде орналасқан. Егер балаларыңыз кіші болатын болса, онда осындай машинкаларда мінгізуге болады. Алайда жастардың кезек күтіп мінетін аттракционы ол осы тербелмелі аттракцион, адреналинге толы. Біздің қыздарымыздың жасы оған сай келмейді, бірақ Кәусар сонда да осындай адреналинге толы аттракционды таңдады. Мынандай баллончиктерді алып, төбеге қарата көтерілесіз. Сол жақта балалар көмектеседі сізге баллончикке отыруға, және төмен қарай осылай сырғанайсыз. Қазір көреміз Кәусарды. Ой, оған қатты ұнады. Бұл аттракционның бағасы 500 теңге, 2 рет мінуге болады. Міне, Айзере оны қолдап тұр. Екінші рет сырғанағаны. Айзере әдеттегідей осылай күтіп отырады. Кәусар, қандай сезімде болдың? Қандай сезімде болдың? Kapıdan samolyottan Ұнады ма? Оннан қанша бал қоясың? Сонымен қатар 10 шарик жарып, мынандай үлкен мышкалда ұтып ала аласыздар. Балаларың сәл үлкен болса, осындай аттракцион, немесе кіші болса, мынандай аттракциондарға мінгізуге болады. Ал біздің ең сүйікті бұрышымыз осы бұрыш. Себебі қыздарға ұнайтын аттракциондардың барлығы осында орналасқан. Мына жерде Айзере бір качеляға мініп жатыр. Ол өзінің қорқынышын жеңіп, осы качеляға екінші рет қана мініп тұр. Бұның алдында детский качеляларға мінетін әпкесінің қолдауы күшті. Әпкесі бұған мінбеймін деді. Ол өзін уже үлкен сезініп жүр. Айзере, қалай екен? Оннан қанша деген бал бересің? 40. Ұнады ма? Иә! Мен азымранға мінделіп. Міне, мына жерде Кәусар сондай аттракцион, бірақ кішкене үлкендерге арналған түрін таңдады. Айзерен де қолдау мықты болып тұр. Осылай тербеледі екен. Қандай күшті. Бал бересің? 100, 20, 100, 90, 100. Мама, қызыңды басқан кезде төбеге? Жасы төбеге. Жарай. Ана. Сіздерге бағана бұл біздің сүйікті бұрыш деп айтқан себебім, бұл жерде 3 аттракционға бір ғана оператор жұмыс жасайды. Мына жерде мынаны қосып қойды да, 3 минут айналатын жерде қыздар 8 минут айналды. Олар тіпті не істерлерін білмей, мына самолетті бірсе жерге құлатты, бірсе төбеге ұшырды. Сөйтіп 8 минутқа шеліп алды. Мына жерде түсіріп тұр әпкесі бауырын. Ой, тегі, какие милашки. Әпке бұған түрінен айналдым. Неге мінейін деп жатсыңдар? Детки. Корабли, корабли.
Emosiyalandan şarvanlar ayhanam. Қалай екен қыздар? Нормально. Emotionlar, Maydınlar abi. Ал айтыңдар, қанша балл бересің оннан? 20, 40. Сен ше қанша балл бересің? 140, 50, 60, 70, 80. Ұнады ма? Мама. Ұнады ма? Та ойнар. міне осылай үйден шығарда келіскендегіміздей үш аттракционға мініп үйімізге қайттық. Бұл жерде әлі көрсетілмей қалған бірнеше аттракциондар бар. Сіздер барып көрсеңіздер болады. Бағасы қол жетімді. Әр аттракцион 500 теңгеден. Біз не істейміз? Біз әрине үйімізге жаяу қайтамыз. Сөйтіп жолда келе жатсақ, осындай күш есептейтін аппарат бар екен. Папасы екі қызын кезек көтеріп, осы күш есептейтін аппаратпен арда бергізде әбден көтеріп тұрып ұрғызды. Содан кейін біз папамызды көндірдік, сен де ұрып көрші деп. Бірақ бұл папамыз ұрған кезде аппарат папамыздың күшін есептей алмай қатып қалды. Енді қызықты қараңыздаршы, үйге келгеннен кейін Айзере бізге бүйтеді: мен қазір дейді. Сіздер тыңдап көріңіздерші не деп айтқан. Айзеренің айтқан комментарийға жазыңыздар. Мен қазір Ауызсыз.